This is a pen. It is blue. Көп оқушы осы this пен it-ті шатастырады. Бүгін өте оңай етіп түсіндіремін. This жаңа затты таныстырғанда қолданамыз. Бұл деп аударылады. It сол зат туралы айтқанда қолданамыз. Ол деп аударылады. Мысалы, айым қолына алмұртты алды. This is a pear. Бұл алмұрт. Ол алмұртты тістеп жеп көрді. It is sweet. Ол тәтті. Айым мысығын көрсетті. This is my cat. Бұл менің мысығым. Мысығы мяулады. Айым it is hungry деді. Оның қарны аш. Яғни, бірінші жаңа затты көрсеткенімізде, немесе сол нәрсеге сілтеген кезде this қолданамыз, ал сол зат туралы айтқан кезде it қолданамыз. This біреуді таныстырған кезде де қолданылады. Мысалы, this is my friend Әсем. Бұл менің досым Әсем. This is my teacher. Бұл менің мұғалімім. Ал бір рет таныстырып болғаннан кейін, ол адам туралы әңгімелескенде it емес, he, she қолданылады. Мысалы, this is my brother. Бұл менің ағам. He is tall. Ол ұзын бойлы. Мұнда it емес, he қолданамыз. Яғни біз адам туралы айтып жатырмыз. This көпше түрі these. Мысалы, these are my brothers. Бұлар менің ағаларым. It is my brother адамды таныстырғанда қолданылмайды. He is my brother деп айту қажет. Ал кейде біреудің дауысын естігенде, немесе телефонмен сөйлескенде it is my brother деп айтуға болады. Бұл жерде ол дыбыс, ол қоңырау, хабарлама менің ағамдікі деген мағына береді. Мысалы, телефон шырылдады. Who is calling? It's my brother. Қоңырау шалып тұрған менің ағам. Яғни, қоңырау менің ағамдікі. Міне, осындай жағдайда it's қолдануға болады. Осымен бүгінгі қысқа сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай.